Қайырлы күн достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай өте керемет, оңай және дәмді жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл бір жасағаннан керемет болып шығатын пирогты менің рецептіммен жасап көруді ұсынамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып миксерлейтін боламыз. Бұл жерде ең бастысы жұмыртқаның көтерілуі үшін ыдыстарыңыз және миксерлеріңіз таза және құрғақ болуы керек. Енді жұмыртқамыз 2-3 есе көлемді болғанша миксерлейтін боламыз. Енді қоспамызға сары майымызды ерітіп құямыз. Толық рецептіні мен описанияға қалдырып кететін боламын. Енді қоспамызға ұн және де разрыхлительді бірге саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Сонан қоспамызды табаға пергамент салып құямыз. Мен пирогқа слива қостым. Сіздер неше түрлі кез келген жемісті қолдансаңыздар болады. Міне осылай небәрі 35 минутта дайын болып шығатын өте жұмсақ, шайға өте керемет кетеді. Рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен болған меруерт, астарыңыз дәмді болсын. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер.